білім қайшылық па, әлде сабақтастық па? Кейде қоғамда дінге сенсең, ғылымнан алшақтайсың деген жансақ пікірлер айтылады. Бірақ шын мәнінде ислам діні білім алуға, ойлануға, зерттеуге үндейді. Құранның алғашқы аяты қандай? Оқы. Бұл Алланың тікелей бұйрығы. Демек, дін мен білім бір-біріне қайшы емес, керісінше бірін-бірі толықтыратын екі рухани негіз. Ислам тарихына қарасақ, ұлы ғұлама Әл-Фараби, Ибн Сина, Әл-Хорезми сынды ғалымдар діни сеніммен қатар ғылымның алдыңғы шебінде болған тұлғалар. Олар дінді ғылыммен қатар алып жүрді. Қазіргі заманда да бізге тек діндар немесе тек ғалым емес, ойлай алатын, сын тұрғысынан қарайтын, жүрегі иман, санасы білімге толы ұрпақ қажет. Сондықтан дінді білімнен ажырату өз түбірімізді, өз тарихымызды танымай бөлшектеу деген сөз. Дін жүрекке, білім санаға қажет. Екеуі қатар жүрсе, адам да, қоғам да дамиды.